Сәлем, сіздермен Нағима. Бүгін мен сіздермен әселпешке керек етпейтін, сковородкада 5 минутта дайын болатын ең дәмді, ең оңай пиццаның рецептісімен бөлісемін. Видеоны толық көріңіздер және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. 2 жұмыртқамызды таза табағымызға саламыз. Оның үстінен қаймағымызды саламыз. Мен қанша керек екенін описаниеге қалдыратын боламын. Міндетті түрде описаниедегі грамдармен өлшеп істеңіздер. Майонез, яғни 3 қасық майонез салатын боламын. Барлығын жақсылап араластырамын. Менде венчик болмай қалды, вилкамен араластырдым. Сіздер венчик болса венчикпен араластырсаңыздар болады. Енді кезекте ұнымызды саламыз. Міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Мен алдын ала өткізіліп қойдым. 8-9 қасықтай ұн салатын боламыз. Табамызды дайындаймыз. Кішкене май жағып аламыз. Массамызды құйып, домалақ етіп пішінді жайғастырамыз. Оның үстінен кетчупымызды жағып, колбаса өз қалауыңыз, бетіне не қойсаңыз да, мен колбасаны майдалап турап және үстіне сыр сеуіп, 10-15 минутқа крышкасын жауып, баяу отта қойып қойдым. Міне біздің пиццамыз өте оңай дайын болады. Сіздер жасап көріңіз. Ұнаған болса лайк басыңыз және де тіркелуді ұмытпаңыз.